Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тёшин язык жасайтын боламыз. Мен осылай екі түрлі қылып жасадым. Негізі айырмашылығы жоқ. Қалай жасасаңыздар да. Ең алдымен 3 баялдыны осылай басын алып тастап, ұзыннан видеода көрсетілгендей етіп бөлеміз бөлшектерге. Міне осылай бөліп бір ыдысымызға салып қоямыз. Ал екінші түрін мен осылай дөңгелекше етіп турадым. Қатты жұқа, қатты қалың қыпта турамайсыздар. Видеода көрсетілгендей етіп турайсыздар. Міне осылай барлығын турап болғаннан кейін бір шай қасық тұзымызды салып, 200-300 граммдай суымызды құйып, 30-40 минутқа алып қоятын боламыз. Осы арада біз соусымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге майонез және де 2 тіс сарымсағымыз қажет болады. Осылай майдалау етіп турап, майонезімізге салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған баклажандарымызды осылай судан бөлек алып, 5 минутқа қалдыратын боламыз. Келесі кезекте 2 жұмыртқаны осылай ыдысқа шағып, жақсылап араластырып қоямыз. Шым-шым тұзды салуды да ұмытпаңыздар. Сосын қызанақтарымызды да турап дайындап алатын боламыз. Менде 3 баклажанға 3 қызанақ кетті. Қызанақтардың көлемін өздеріңіздің баклажандарыңыздың пішініне қарай турайсыздар. Кейбіреулері үлкен, ал кейбіреулері кішкентай болғандықтан мен осылай 2-ге бөліп турадым. Ал енді қызып тұрған табада көп мөлшерде майымызды құйып, жұмыртқаға аунатып баклажанды осылай бірінен соң бірін салып алатын боламыз. Мен ешқандай да сухарик немесе крахмалға аунатқан жоқпын. Тек осылай жұмыртқамен де қуырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Барлығы дайын болғаннан кейін енді бір-біріне біріктіретін боламыз. Ең алдымен осылай ұзын баклажанымызды алып, соусымызды да ұзыннан жағып, қызанағымызды үстіне қойып, ораймыз. Достар, сіздер менің каналыма жазылуды ұмытып кетпедіңіздер ме? Каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал дөңгелекше етіп туралған баклажандарымызды осылай бірінші баклажанды, содан соң соусымызды, кейін қызанағымызды қойып, екінші баклажанды үстінен бетіне жауатын боласыздар. Міне осылай бірінен соң бірін бір-біріне біріктіріп, жақсылап әдемілеп істеп шығасыздар. Өте дәмді, көп зат қажет етпейді. Міне бізде осымен дайын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.